Сәлем YouTube көрермен, бүгінгі видеода біз ауылдағы қолдың таза құртын жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге қолдың айраны керек. Ал қолдың айранын қалай жасаймыз десек, ол үшін қолдың сүті керек. Таза қолдың сүтіне 1 литрге 1 қасық ұйытқы салып, сүтті бірінші жылытамыз. Сосын ұйытқы салып 4 сағатқа қойып қоямыз. Өзі айран үйді. Сосын ол айранды осылай қайнатамыз. Дайын болған айранды қайнатамыз. Сосын қайнатқаннан кейін ол сүзбе сияқты болып қоюланады. Іриді ма? Бір осылай қайнатып аламыз. Жарты сағаттай уақыт кетеді. Енді бұрынғы заманда құртқа арнайы қалта тігілген апаларымыз, әжелеріміз марлевый материалдан қалта тігетін үлкен қылып. Ал біз қазір қалта тігіп әуре болмай, біз дайын тұздың, қанттың қапшығын алып құртымызды құямыз. Бұл қазіргі современный қалта суы ағып кетеді, қоюы ішінде қалады. Қалтамызға толтырдық. Суы өзі сразу ағып жатыр. Енді күн ыстық кезде, шілденің кезінде далаға жайып қоямыз. Бұрынғы әжелерімізде ошақтың басында арнайы құрт жаюлы тұратын арнайы темір болатын. Бізде ондай темір болмағандықтан осылай жайып қойдық. Ал үйдің ішінде көп айраныңыз көп болмаса, осылай ыдысқа да суын сорғытуға болады. Жақсылап суын сорғытып алған соң, келесі этапта біз құрт жасауға кірісеміз. Сүзбеше сияқты суының барлығы сорғып, құртымыз домалақтауға дайын болған кезде, ол деген сөз 1 күннен кейін, немесе 2 күннен кейін құрт осылай дайын болады. Оның табаққа салып аламыз да. Тек тұз қосамыз. Бұның дәмінің өзі қазір құрт болып тұр. Бірақ тұз алмаған. Сондықтан өзіміз мөлшерлеп, шамалап тұз қосамыз да, бұны естейміз. Араластырамыз. Дәл осылай артық ешқандай қоспа араластырмай, тек қана айран мен тұздан осындай дәмді әдемі құрт жасағыңыз келсе, және де видео ұнаса,
лайк, комментарий аямай, комментарий қалдырып, және парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Дана мен Қызық каналының жүргізушісі мен Дана. Келесіде менің каналымнан қандай видео күтесіздер? Комментарийға жазып кетсеңіздер болады.